Так, все, болды. Все, так, шаша кеттім ғой, әйтеуір дегенде тутор көрсеттім енді бағана балаға әйтеуір сұрап жүрген көзді әйтеуір осылай істейтінді. Что там жетер айтпақшы? Что там, Саян? Не жаңалық сен ауылға келмей кеттің ғой ұзақ уақыт бойы. Қаша өзі ауылда ютуб хаусың ба, неғып келмей кеттің сен? Менде де сол қазір басқа ауылда да ютуб хаусым бар ғой сол. Жаңалық жоқ, ауылға біраз келмей кеттім бір. Қанша 4-5 айдай бұрын ба келдім, соңғыдан кейін келген жоқпын. Енді менде ютуб жүргізіп жатырмын дегендей, қолым босамайды, школьникпін тем более. Дұрыс, сабағыңды оқыған дұрыс қой негізі. Дұрыс қой. Қой, сен ютуберсің ба айтпақшы? Конечно, ютубермін ғой қазір, бірақ қатты атақты емеспін әзірге. 32 подписчиктей бар. 32 тикток жүргізетін ғой, сен ютуб емес. Ол баяғыда ғой қазір. Ол тикток аккаунтым банға кетіп қалған менің. Мен сені тикток аккаунт таппай қойдым ғой тиктоктан, жақсы сабағым беске ғой жаңа жылға. 32 подписчик дейсің ба? Неғып бізге жетпейсің ба, сен қызықты видеолар түсіресің ғой? Білмеймін негізі. Қызықты видеолар түсірім. В общем, аккаунтын маған атын айтсаң ютуб, мен саған тіркеліп қоя салайын. Жарайды, в общем, Саян X ғой, ағылшынша Саян X деп жазсаң болды ғой. Болды, тіркеліп қойдым. Сен видео түсіріп жатырмын, мен айтпақшы, видео қосып болған менім. Қош, видео қосып қойдым ба не? Так, онда мен айтып кетейін. Саянның подписчиктері, в общем, Саянға тіркеліп кетіңдер, ол өте қызықты видеолар түсіреді. Так, мен видео бастап кетейін айтпақшы. Видео бастап болғаным. Так, біріңізімізді сіздермен бірге мен Саян X достар. Бүгінгі видеода бізде достар үшім обзор болатын болады серия ютуб хаусқа достар үшім. Менде бұл ютуб хаусқа, мен тикток, бұл ютуб хауста үшім мен ютуб бастаған кезде салған жоқпын достар. Мен бұны тикток жүргізіп жүрген кезімде ғана салған болатын достар. 4-5 айдай бұрын ба салған болатын достар мен бұл ютуб хауста. Уже біраз болып қалды, бұл ауылға келмегенім еді. Тек бұл ауылда мен ғана тұрамын, жетелдер тұрамыз болды. Бұл ауылда негіз магазин ондай жоқ бұл ауылда. Енді достар мен бұл ауылда қызықты видеолар түсіруге тырысатын боламын достар. Магазин мысалы өте көп деген заттар видеолар түсіретін боламын достар. Бізде бүгін осы тикток хаус, бұл баяғыда достар айтпақшы тикток хаус болған. Өзім осыдан 4-5 ай бұрын достар тикток жүргізіп бастаған мен сол кезде. Мен ол тикток аккаунтым қазір іздемей қойыңыздар, себебі ол аккаунт уже банда кетіп қалған достар. Так, достар, бүгінгі видеоның негізгі мағынасы үшін осы серия ютуб хаусқа обзор, яғни айтқанда рум тур достар. Так, достар, үшін бізде ең бірінші көретін затымыз гараж достар, алмазный осындай гараж. Бұл енді сәл біртүрлі шыққан, бірақ мен бұны өзім жөндеймін кейін. Так, бізде ал келесі осындай ютуб хаус достар, ютуб хаусты көріп келдіңіздер сыртын егер салам дейтін болсаңыздар. Осындай мінекей достар. Осындай салғам достар. Вот достар. Бір ютуберлердің несін ютуб хаусынан алмайды. Айтпақсын әрде бізде Ақтөс бар. Там Ақтөс? Неқта бізде Ақтөс бар, вот міне. Так, кеттік енді. Мұнақта бізде енді ютуб хаусының ішіне кіріп көрейік достар. Тикток хаус деп берейікші негізі. Тикток хаус болған бұл негізі. Қазір енді ютуб хаус болып кетті. Өткен менге ютуб жүргізіп отырмын ғой. Ең бірінші бізде мынандай холл достар, бізде мұнақта осындай айналдырып қоя салайық. Нерге отырып алып. Так, достар, бізде осындай үшім осылай отырып аласың, телевизор қоса аласың. Мынандай светильник достар үшім. Так, осында мән бермеңіздер, сәл біртүрлі кетті. Яқта бізде туалет достар, осындай туалет достар. Неде осындай су алады, неде туалет. Так, достар, кешіңізде менде видео үш қатты ғой. Вот неде осындай ванна отыра аласың, ойбай. Осындай ванна үшім. Кішігірім ғана туалет, ванна осындай. Яқта бізде кухня,
осындай неде столдар, отыра аласың столға, да неде телевизор қойып қоюыңа болады. Неде бізде тамақта достар, ертең жаңа жылға деп қойып қойғаным достар, олай айналып қоя салайық достар. Осындай пицца бар, ондай тамақтар, попкорн кеп қойдым, бургер, торт. Осындай тамақтар кеп қойдым. Мынау да бізде ағыды раковина осындай пеш, осындай атқандай айтын постер ма, постер ма айтқандай өзі. Мынау ондай не, микроволновка, пышақ тұратын зат, тамақ істейтін сковородка. Так, бізде осындай, в общем, неде де кәдімгі осындай істеп қойған болатын. Бізде екінші этажға кеттік, ал екінші этаж бізде осындай 2 бөлме ғана бар. 2 бөлме, бұнысы бізде осындай кішігірім ғана бөлме, кішкентай. Бұл бөлмеде менің інілерім, или ағаларым, достарым біреусі келіп өздерінің бөлмелерін салып кетеді достар үшін. Мына жақта да тоже сондай, мына жақта осындай екінші бөлме бар. Осындай достар үшін. Так, келесі. Неде достар, бізде бір бөлме бар, бірақ ол жер бізде склад болатын болады достар. Өйткені ол жер бізде өте кішкентай, өте адам өзінің бөлмесін тұрып салуы невозможно достар. Мынау бөлме бізде тоже осындай кішкентай ғана. Бұл жерде бізде бір кішігірім бір нәрсе істей саламыз. Білмеймін мен әлі не істейтінімді бұл жерде. Тажамыз жатыр ма? Негер осындай әдемі қылып істеп қойдым. Үлкен панорамыз, андай терезе үшін. Неге бір нәрсе істеймін әйтеуір. Көре жатармыз олсын достар әлі алдағы уақытта. Бізде достар легендарный бөлме, комната, осындай комната достар, тек осы комната ғана сәл толықтау. Бірақ бұл да әлі толық емес достар, себебі мен болған әлі андай толық біткен жоқпын достар. Бізде осындай жататын жер, сағат, тумочка, кровать, ұйықтап ала саласың. Ұйықтап ала саласың, короче, сен. Бізде тапчика, аяғыңа тапчика кете бересің. Андай аяқ киім, сап-сары достар. Өзім ұйықсаған қараңыздар, сап-сары аяқ. Аяғында бірақ қап-қызыл ма, қап-қара ма, сондай бір нәрсе аппақ па. Менде үшін гардероб, осындай киімдерім бар, осындай типа игрушка. Бізде тумочка, менің чемоданым, менің сейфім. Ақша жинап жүрмін достар. Бізде айна. Ал мына жерде бізде отыруға болады достар. Бізде кішігірім ғана, Новый год келгендіктен кішігірім ғана елка достар. Ал мынау бөлме бізде әлі біткен жоқ достар. Сондықтан мен бұл бөлмеге өзімнің компьютерлерімді қойып қоямын достар. Осымен видео аяқталды достар. Осындай кішігірім ғана рум-тур болған болатын бізде бүгін. Осындай үшін достар. Осымен мен видеоны аяқтайын. Сіздермен болған мен Саяникс. Барлықтарыңызға давайте.